Кайырлы күн достар, бүгін күріш ұнынан дәмді әрі пайдалы тоқаш пісіреміз. Ыдысымызға сүзбе мен жұмыртқаны салып араластырамыз. Сүзбенің майлылығы 9%, қатты құрғақта емес, қатты сулы да емес. Тез бірігетін жұмсақ сүзбе болғаны жөн. Үстіне стевия ұнтағын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Әрі қарай күріш ұнын қосамыз. Мен осындай күріш ұнын қолдандым. Ұнымызға қопсытқышты қосып араластырамыз. Бұл күріш ұны басқа күріш ұндарынан сәл өзгешелеу, яғни бүтін дәнді күріш ұны. Ұнды 3-4 бөліп қосамыз. Қамырды қолмен илейміз. Жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырдың формасын 4 бөлшек етіп жаямыз. Енді салмасын әзірлейміз. Салмасын дайындау үшін мейіз, қара өрік, бадам жаңғағын блендерден өткіземіз. Оған балық қосып араластырамыз. Қамырдың бетіне салмамызды жағып шығамыз. Мен қамырына осындай стевия ұнтағын қолдандым. Қамырымызды силиконды кілемшенің көмегімен осылай ораймыз. Бірнеше бөліктерге бөлеміз. Тоқаштың бетіне сарыуызымызды жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 25-30 минуттай пісіреміз. Міне тоқашымыз пісті. Жұмсақ әрі дәмді болып шыққан, ең бастысы өте пайдалы. Бәріңіз жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма жазылып қойыңыздар.